Дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтыста аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді: адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам, адам ешті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып былай депті: басқа дауласпаңдар, адам үшін бәрінің де пайдаларын бар. Аяқ болмаса, адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса, адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса, адам ести, көре және ауа жұтып, иісті сезе алар ма еді? Бәрінде адамға керексіңдер. Бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер.